Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сабағымызды жалғастырайық. Өткен сабақта біз Паскаль тіліндегі алғашқы бағдарламамызды жаздық. Ол мінекей мини курс кітабынан алып, көшіріп салу арқылы оп-оңай орындалды. Мұнда мінекей кітапта оны талдауы да берілген. Енді келесі тақырып енгізу шығару операторы. Осы туралы айта кетейік. Енгізу шығару операторлары дегеніміз ол мына біздің экранымыз. Өткен сабақта айтқандай мынау біздің экран. Осы экранға біз ақпаратты шығара аламыз, немесе енгізе аламыз. Осы экран арқылы қолданушының енгізген ақпаратын біздің бағдарламамызға енгізуге болады. Ол қалай жасалады? Міне бізде write деген жазу деген мағынаны білдіреді, яғни бұл шығару. Экранға шығару операторы, мінекей осылай write деген оператор жазамыз. Оның ішіне мынандай тырнақша арқылы бір текстік мәнді береміз. Осы мән экран бетіне шығады. Енді мысалы бізге экран бетінен керісінше қолданушыдан бір ақпарат алу керек болса, онда біз енгізу операторын қолданамыз. Ол бізде сәйкесінше read деген операция, read ln деген операция бар. Немесе read деген операцияны қолдануға болады. Read дейміз да, міндетті түрде жерге бір айнымалыны жазамыз. Мысалы, n айнымалысы болсын. Бұл айнымалыны міндетті түрде біз жоғарыда атап өтуіміз керек. Мінекей n айнымалысы integer оның типі, және міндетті түрде var деген кілт сөзді алдымен жазамыз. Енді міне біз read дедік та n кілт сөзін жаздық. Есептің кішкене мағынасы болу үшін мына жерге n санын енгіз деп жазайық. n санын енгіз. Осы сөзді жазғаннан кейін бізде n санын енгізу қажет болады. Және осы қысқа бағдарламамызды орындап көрейік. Міне n санын енгіз деген жазуымыз шықты. Және біз қандайда бір n санын, мысалы 25 деп енгіземіз. Enter батырмасын басамыз. Enter батырмасын басқаннан кейін мінекей 25 деген санымыз қабылданды және бағдарламамыз аяқталды. Біз read айнымалысын алғаннан кейін ол n айнымалысында жаңағы 25 деген мәніміз сақталады. Бірақ біз ешқандай операция орындамағандықтан біздің бағдарламамыз осы жерден аяқталды. Write ln деген кілт сөзімізді жазу арқылы n санына n-ді мысалы өз-өзіне көбейтіп n санының квадратын шығарып көрейік. Және орындаймыз. n санын енгіз. 6 сан жазайық мысалы. Enter батырмасын басамыз. Мінекей 36 деген мән шықты. Мінекей мынау бізде write деген шығару операторы, read деген енгізу операторы. Және мінекей write ln деген бұл да шығару операторы. Енді мына write және write ln деген операторлардың айырмашылығын түсіндірейік. Бұл екі оператордың айырмашылығы, мына write ln деген оператор бір жолға жазылатын болса, онда осы жазу, осы write ln операторынан шыққан мына жазу, бұл өзінен кейінгі бір жолды толықтай алады. Яғни осы write ln операторынан кейін жазылған басқа жазулардың барлығы келесі жолдан бастап жазылатын болады. Мысалы, тексеріп көрейік. Міне мысал ретінде біз бірінші write операторын жаздық, одан кейін write ln, және үшінші қайтадан write операторын орындаймыз, және міне нәтижемізді көреміз. Бірінші write жазбасы, мінекей ол мына жерге жазылды, және бұл жазба бір жолды толықтай алмайды. Бұл тек қана өзіне сәйкес белгіленген орынды ғана алып тұр. Одан кейін write ln операторына жазылған екінші жазуымыз, ол өзіне тиісті орынға жазылды мына сөзден кейін, және өзінен кейін толықтай бір жолақтың барлығын, мына жолдың барлығын алып тұр өзіне. Яғни
мына жолға енді бұдан кейін жазылған жазбалар жазылмайды. Енді келесі жазылған write операторы келесі жолдан бастап жазылып тұр сондықтан. Яғни мына екі оператордың айырмашылығы сол. Мына ln деген екі әріп line деген сөзден шыққан, яғни осы write ln операторына жазылған жазба өзінен кейінгі толықтай бір жолды алып отырады. Яғни егер біз мысалы әрбір жолды жеке жолдан жеке абзацтан бастап жазғымыз келетін болса, онда барлық жерде write ln операторын қолданамыз. Міне біздің операторлар былай жеке жолдарға орындалатын болады. Ал егер біз write операторын қолданатын болсақ, онда мінекей біздің барлық жазған жазуларымыз бір жолға жазылады. Осымен шығару және енгізу операторлары түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса, біздің группаға талқыға салып жазып отырыңыздар. Мінекей сұрақ-жауап бөлімінде мына жерге өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып, талқыға қатысып, немесе жауап жазып, атсалысып отырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.